жаһандық танымал тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы желіде жолдасын туған күнімен құттықтап, оған өзінің жүрек жарды жазбасын арнады. Ақпарат өкілінің күйеуі 55 жасқа толды. Жеке өмірі жайлы көп айта бермейтін Лейла Сұлтанқызы бұл жолы оқырмандарын аса қатты таңғалдырды. Белгілі тележүргізуші Instagram парақшасында күйеуін жаңа жасымен құттықтап, онымен бірге түскен ерекше фотомен бөлісті. Ақпарат өкілі отағасына алғысын жаудырып, желіде оның туған күніне орай жариялаған жазбасын ел назарына ұсынды. Кішкентайымда ес білгенше пештің түбінде отырғанды жақсы көрген екем. Оның себебін бертін келе аға әпкемнің әңгімесінен бірақ білдім. Желді желтоқсанның басы, қақаған қыстың аязы. Анам толғатып бастағанда әкем отын алып келуге шыққан екен. Содан жылы болсын деп дәл пештің түбінде шерелінің кенжесі дүниеге келеді. Арада 55 жыл өтсе де, кейде сол пешті әлі де аңсап тұрам. Қош келдің, ел ағасы мен ер аға жасы 55. Бұл менің күйеуімнің бүгін желіге жазғаны. Бүгін төл мерекесі, туған күні. Құттықтаймын. Құдайдан тек амандығыңды тілеймін. Рахмет, рахмет, рахмет барлығы үшін, деп жазды Лейла Сұлтанқызы. Желі қолданушылары тележүргізушінің жолдасына арнаған құттықтауына тәнті болып, туған күн иесін жарыса құттықтады. Олар желіде өз ақ тілектерін жаудырған.